Баршаңызға сәлем, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен ең оңай әрі ең жұмсақ кексті бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Өте нәзік әрі дәмі де сондай керемет қолжетімді рецепттердің бірі. Ең әуелі ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Үстінен қантымызды салып, қанты ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң үстінен сүтімізді және сұйық майымызды құйып, тағы да бір рет миксерлеп жібереміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек бір-бірімен біріккенше араластырып жібереміз. Содан соң алдын ала ұнымызға қопсытқыш салып, жақсылап араластырамыз. Мен ұнды алдын ала ұн елегіштен өткізіп алдым. Сіздерге де ұнды ұн елегіштің көмегімен өткізіп барып қосуды кеңес етемін. Сонда сіздердің кекстеріңіз өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Массамызға ұнымызды салып, қайтадан миксерлеп шығамыз. Барлығы біркелкі болғанша, ешқандай да ұнның түйіршігі қалмайтындай етіп, миксерлеп шығамыз. Ұнды осылай шетінен салып отырып миксерлейміз. Бәрін бірден қосып жіберуге болмайды. Міне қараңыздар, қамырымыз өте бір тегіс әрі жылтыр болып шықты. Міне осыдан соң біз арнайы формаларымызды алып дайындаймыз. Кекстің ыдыстарын шығарып, әрбір кекс ыдысына бір немесе 1,5 ас қасықтан қамырымызды салып шығамыз. Бұл кекстің ерекшелігі арасына варенка қосылады, өте ерекше керемет дәм береді. Сол себепті әр бір немесе 1,5 ас қасықтан соң әр кекстің ортасына 1 шай қасықта варенканы салып шығамыз. Содан кейін үстіңгі бөлігіне тағы да қамырымызды салып шығамыз. Барлығын осылай жайғастырып, алдын ала пештеріңізді 180 градуста қыздырып дайындап қойыңыздар. Қызған 180 градус пеште небәрі 20-25 минут көлемінде қызарғанша пісіріп аласыздар. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге толықтай ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді әрі сондай жұмсақ болып шығады. Алдағы уақытта көптеген рецепт түрлерін бөлісетін боламын. Сол үшін менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міне біздің кекстарымыз дайын. Қараңыздар, өте сондай әдемі, жұмсақ болып шыққан. Барлықтарыңызға ас болсын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Балнұр. Сау болыңыздар.